Армысыздар, қазақ туран елі. Кеше Астанада Нұржан Алтаев, ел тірегінің басшысы, жалпы ұлттық құрылтай деп аталған жиналысқа адамдарды, қаншама белсенділерді шақырған. Мен өзім сол жиналысқа бармадым. Менің ойымша ол құрылтай емес, жалпы ұлттық құрылтай емес, ол нақты ел тірегінің жиналысы болған. Неге мен солай ойлап тұрмын? Модератордың айтуынша, ол айтқан, осы сөйлейтін сөзіңіз 3 минут болады. 3 минут па, 5 минут па? Сосын олар белсенділерге ескертіп айтты, Назарбаевқа, Тоқаевқа, Масимовқа критика жасап, сынап сөз айтуға болмайды. Ал енді ойлаңдар, егер жалпы ұлттық құрылтайды ұйымдастырсаң, бүкіл қазақ елінен келген өкілдері, белсенділері, оларға еркін сөз айтуға болмаса, нақты мәселелердің себеп туралы айтпаса, ол қандай құрылтай? Бізде кезінде құрылтайда байларға, билерге, батырларға, ханға, сұлтандарға біздің халықтың өкілдері нақтылап айтқан, ханға осындай, сен саясатта осындай жамандық жасадың, сынап болған адамдар. Қарапайым халық сынап айтқан билікке, ханға, сұлтанға да қарамай, қорқпай. Ал осы ел тірегінің өкілдері тыйым жасаған Назарбаевты, Масимовты, Тоқаевты сынап айтуға болмайды деп. Ол не деген? Не деген ол? Не деген? Қандай көрсеткіш? Мен жалпы бұрын ел тірегіне аса маңызды көңіл аудармай, оларды сынап жүрмедім. Бірақ енді осы ел тірегінің құрылтай емес, жиналысы өткенде мен енді жалпы нақты айтам. Ел тірегі ол биліктің, ақорданың жобасы. Кезінде Жармахан Тұйықбай ЖСДП деген саяси партияны құрған. Ол да осы саяси бағдарламада тыйым жасаған. Назарбаев авторитарлық саяси жүйесіне сөз айтпау керек. Отставка деген Назарбаев, Масимовтың отставка туралы ешқандай сөз болмау керек деп. Мен кезінде ЖСДП-ның мүше ретінде арыз жазып, кірдім мүше ретінде, қабылдаңдар деп. Сол съезінде, ЖСДП-ның съезінде 2016 жылда қаңтар айында мен сөз айттым. Осы ЖСДП деп нақты, егер сендер нақты оппозиция, саяси партия болсаңыз, осы ЖСДП-ның саяси бағдарламасына екі саяси талап енгізу керек дедім мен. Бірінші, ол Назарбаев пен Масимов отставка кетсін деп, сосын екінші, авторитарлық саяси Назарбаевтың жүйесін парламент демократия жүйесіне ауыстыру керек деп. Осындай екі талапты мен ұсындым ЖСДП съезінде. Бірақ маған Жармахан Тұйықбай айтты, керек емес. Егер сен осылай айтсан деп, сен дейді, ЖСДП партияны дейді, өшіп тастайды дейді.
сайлаудан шығарады, бізге жұмыс бере алмайды деп, мүмкіндік бермейді деп, жұмыс атқару жүргізу, осы, саяси жағынан. Ал енді Нұржан Әлтаев не істеп жатыр? Қандай заключениеға келді? Бірінші, Евразия одақтан шығу, барлық билікпен қол қойылған тәуелсіздікке қауіп келтіретін халықаралық келісім шарттар тоқтатылу керек деп. Ол дұрыс, осы көтерген мәселені. Евразия одақтан шығу керек. Ал кім кіргізді бізді Евразия одаққа? Кімнің құқығы бар? Қазақстан Евразия одақтан шығу үшін кімде құқығы бар? Назарбаевта, Тоқаевта бар. Ал егер олар қазір билікте болса, қалай біз Евразиялық одақынан шыға аламыз? Шыға алмаймыз. Оны Нұржан Әлтаев жақсы біледі. Бірақ халықты шатастырып, хайп ретінде, пиар ретінде осындай ұсынысты жарияланған жиналыста. Екінші, билік халықтың қолына берілу керек. Парламент таратылу керек. Бір палаталы парламент халықпен жаңадан сайлануы керек. Ол да дұрыс ұсыныс. Бірақ, мен айтам. Осы Назарбаев, Тоқаев, Масимов жоғары билікте болғанда, сендер қандай сайлау өткізесіңдер? Сайлау таза бола алмайды. 2019 жылда президенттік сайлауында қалай сайлау өтті? Фальсификациямен, халықты шатастырып, алдап сайлау өтті. 10 қаңтар айында былтыр қалай парламенттік сайлау өтті? Фальсификациямен, сайлаусыз сайлау өтті. Тәуел оппозиция, саяси қозғалыстар мен саяси партиялар осы мәжіліс сайлауында болмаған жоқ. Оларға жол жабық болды. Қандай сайлау болады? Айтыңызшы маған. Қандай однопалатный парламентті қалай ұйымдастырасыңдар? Қалай? Егер билікте Назарбаев пен Тоқаев, Масимов отырса, оларды биліктен шығармаса, қалай сендер сайлауды өткізесіңдер? Саяси топас болмаңдар, терең саяси біліммен жүру керек, саяси мәдениетімен жүру керек. Қазір көп қазақтар саясатқа қатыспай, терең ойламайды. Терең саяси білімді жоқ, терең саяси ойды жоқ. Өкінішке орай. Содан соң осындай Нұржан Әлтаевтар, елтірегілер осылай халықты шатастырып, алдап айтады. Таратамыз, парламент таратамыз, сайлауынды өткіземіз. Өткізді енді былтыр. Қалай өткізді? Көрдіңіз ғой. Қазір парламентте бәрі Назарбаевтың өкілдері, Нұр Отан, Ақ Жол, басқа Нұр Отан филиалының саяси партиялар отыр. Содан соң екінші да талап. Ол жақсы талап, бірақ Назарбаев билікте болғанда ол орындалмайды. Оны түсіну керек. Әр қазаққа түсіну керек. Сосын үшінші бап. Облыс әкімдері, соттар, үкімет халықпен тікелей сайлануы керек. Енді өзіңіз, мен жоғарыда айттым ғой, сайлаусыз сайлау өтеді. Осы Назарбаев билікте отырғанда фальсификация жасап. Сосын үкімет отставка кетсін деп айтады ғой. Елтірегілер, Әлтаев. Жарайды, отставка кетеді осы Асқар Маминнің үкіметі. Бірақ қандай үкімет келеді? Ахметжан Исимов келемі? Өмірзақ Шөкеев келемі? Басқа Назарбаевтың өкілдері келеді ғой. Үкіметті басқарып. От перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. Оны да біліндірек, қазақтар. Егер жоғарыдағы отырған билік, Назарбаевтың билігі Назарбаевтың қолында болса, Масимовтың қолында болса, Тоқаевтың қолында болса, ешқандай өзгеріс болмайды. Ешқандай халықтың жағдайын, халықтың мүддесін қорғайтын үкімет бола алмайды. Оны ескертіп есіне алыңдар. Сосын 4-ші бап. Халықтар ассамблеясы таратылу керек деп.
Ол да жақсы нәрсе. Бірақ кімнің құқығы бар таратуға осы ассамблеяның? Тек қана Назарбаевтың, Тоқаевтың. Егер олар билікте болса, қалай таратасың осы ассамблеяны? Сосын орыс тілі конституцияны алу, тасталу қажет. Ол да жақсы нәрсе. Мен оны қолдаймын, осы, орыс тілінде конституцияның ресми мәртебесін алып қою, жою. Осы мен қолдаймын. Бірақ егер осы Назарбаев, Тоқаев, Кремльдің, Мәскеу, Ресейдің өкілдері билікте отырса, қалай оны енгізесіңдер конституцияға? Үкіметтің құқығы жоқ, әкімдердің құқығы жоқ, соттардың да құқықтары жоқ, депутаттардың да құқықтары жоқ. Тек қана Назарбаевтың, Тоқаевтың құқықтары бар осы. Орыс тілі ресми мәртебесін алу конституцияда, ата заңында. Содан соң мен айтам, осы ел тірегі Нұржан Әлтаев, ол Ақорданың жобалары көз бояушылық, Тұйықбай, екінші Тұйықбай сияқты ЖСДП, екінші ЖСДП сияқты ел тірегі болып қалған. Содан соң сенбей жүріндір, саяси терең оймен жүріп, саяси мәдени көтеру керек, жоғары деңгейге. Саяси білім керек. Көбі қазақтар саясатқа қатыспай, осындай алаяқтарға сенет, мамайларға сияқты. Нұржан Елтаевтар сияқты. Керек емес. Ойланып жүріндер, қазақтар. Осы Назарбаевтың алаяқтары көп, халықты шатастырып жүр. Нақты оппозиция саясаткері, ол не айтады? Ол айтады, бірінші, авторитарлық саяси жүйесін өзгерту керек. Назарбаев, Тоқаев, Масимов, Құлыбаев биліктен шығару керек деп, отставкаға апару керек оларды. Болды 30 жыл авторитарлық саяси жүйесі болған, Назарбаевтың билігі қолында болған, олар ешқандай жақсылық, экономика жағынан, әлеуметтік жағынан ешқандай жақсылық әкелмейтін. Осындай саясат маған анық. Қазаққа қарсы, қарапайым қазақ халқына қарсы шығарған шешімдері осы саяси қазаққа, қазақ ұлтына қарсы жалғастырып тұр ғой, дамытып жатыр ғой Тоқаев пен Назарбаев. Бізді Евразиялық одаққа тықты, бізді ОДКБ, Ресейдің ОДКБ-сынан тықты, Қытайдың шосына тықты. Осы ұйымдастырған ұйымдары ол ресейліктің және Қытайдікі. Уже Ресейдің бодандыққа кіргізіп жатыр. Енді Ресейдің атомны электростанцияны құруға ниеті болып жатыр осы Тоқаев пен Назарбаев. Және анау Ресей платформасы Сберге біздің қазақ электрондық үкіметтік қазір қоспақшы. Ол нақты қазақ ұлтын, қазақ мемлекетін, қазақ тәуелсіздігіне, қазақ мемлекетіне қарсы шығаратын шешім осы Назарбаевтың, Тоқаевтың. Керек емес ол. Ол бізді бодандыққа, Ресейдің бодандыққа кіргізу бізді. Біз келешекте тәуелсіздіктен де мемлекеттен де айырыламыз осындай саясатпен жүрген билік Назарбаевтың, Тоқаевтың, бізді мемлекеттен, тәуелсіздіктен айырып тастайды. Сатқындар осындай. Мен ойымша олар сатқын, қазақ ұлтының сатқындары. Назарбаев пен Тоқаев, Масимов. Олар биліктен шығу керек. Көрдіңіз ба? Сосын нақты оппозиция саясаткер не айтады? Ұлтшыл. Мен ұлтшылмын. Олар айтады, экономика жағынан ең маңызды стратегиялық салаларды мұнай, әрі түсті металдар, газ, мұнай өндіретін заводтар, анау горнодобывающая промышленность, өнеркәсіп айтады ғой, горнодобывающий, сосын анау темір жол, қоғам транспорт, үй құрылысы, банк жүйесі, ауыл шаруашылық жері бәрі мемлекет меншікке қайтару керек. Мемлекетте болу керек, халықтың меншігінде болу керек.
ешқандай жекеменшік керек емес. Жекеменшік бізде болады. Жекеменшікті дамытамыз, бірақ орта шағын бизнесте переработка, обработка, легкая, жеңіл текстил өнеркәсіпте болу керек. Шағын орта бизнес. Жекеменшік болады, сауда болады, бәрі болады. Бізде коммунизм емес. Бізде Норвегия модель сияқты болады. Норвегия ең бай мемлекет. Анау зейнет қоры, біздің ұлт қоры сияқты 1 триллион 300 миллиард доллар бар сол қорда, Норвегияның қорында. Олар да мұнай сатады, түсті металдарды сатады, газды сатады. Бірақ бәрі мемлекет компаниясы өндіреді осы мұнайды, түсті металдарды, анау газды. И бәрі ақша мемлекет қорға барады, осы пенсионный фонд деген. Ал бізде не? Бізде бәрі мұнай, түсті металл, газ, бәрі Назарбаевтың, олигархтың қолында, жекеменшікте. Сосын ғой қазақ халық кедей жүріп жатыр. Қазақпыз, біз қазақпыз, біз қазақ ұлтпыз. Біз ешқандай орыс құл емеспіз, ешқандай қытайшыл емеспіз біз, ешқандай араб құл емеспіз. Біз өз ұлтын, өз салт дәстүрін, өз тілін, өз тарихын білу керек. Қазақпыз, болды. Қазір бізді таратып тастайды, рухани қаңғырып тастап жатыр бізді. Басқа салт дәстүрін, басқа дінге бізді кіргізіп жатыр. Өте қауіпті жағдай бізде. Бізде қазақ ұлтына ұлтшыл болу керек. Өз ұлтын сүю керек. Өз қазақ ұлт саны болу керек. Национальное самосознание айтады ғой. Осындай болу керек. Ұлтшыл болу керек біз. Біздің қазақ жері, қазақ халқы, қазақ тілі, қазақ тарихы, қазақ салт дәстүрі бәрін ұстау керек бізге. Қолында. Ешқандай осы ешқандай басқа салт дәстүрін рухани жағынан қорғамай, Сирияға соғысуға бармай болу керек. Біз қазір көбі қазақтар, дінге берілген қазақтар Сирияда қазір соғысып жатыр. Өзін қанын төгіп. Ол жаман нәрсе. Қазақ елді, қазақ мемлекетті, қазақ тәуелді, қазақ халықты, қазақ халықтың мүддесін қорғайтын қазақтар болу керек бізге. Содан соны мен айтып жатырмын, ұлтшыл болу керек біз. Ұлтшыл болмаса біз жатақхана сияқты болып кетеміз. Қазір енді қараңыз. Ал Назарбаев, Жоңғар Назарбаев, Тоқаев, Уйғур Масимов біздің қазақ елінден жатақхана жасап тұр. Ресей бодандыққа, Қытай бодандыққа итеріп жатыр бізді. Оны қалай білмейсіңдер, қазақтар? Ойландар, терең ойландар, терең. Ұлтшыл болу керекпіз. Осы біздің Туран қозғалысын YouTube каналына жазылыңыз, қолданыз, Telegram чатына, Facebook топқа кіріңіз. Менің есім Аслан Курманбаев, Туран қозғалысының ұйымдастырушысымын. Таратыңдар осы голосовой видеоны, WhatsAppқа, Telegramға біліңдер. Әр қазақ осы сөздерін, менің сөздерін білу керек. Бізге саяси өзгеріс керек. Болды, 30 жыл Назарбаев билікте отырып не жасады? Бай мемлекет, бай жеріміз, бірақ кедей халқы, қазақ ұлтты басқа ұлтқа қарасақ, біз орыстар, поляктар, немістер бәрі басқа ұлт қарасақ, корейстерге олар жақсы тұрады. Жоғары білімді бар, үйлерді баспаналары бар. Ал біз нақты өз жерімізде қазақ ұлт болып, құл сияқты өмір сүріп тұрмыз өз жерімізде. Ұят ол. Ұлтшылдық болу керек. Ұлт намысын қорғау керек. Ар намысын, тарихын, мемлекеттің, халықтың мүддесін. Ұлт жанды болу керек, ұлтшыл болу керек, патриот болу керек. Содан соң біз елді сақталаймыз. Егер ол болмаса, осындай Назарбаевтар сияқты, алаяқтар біздің елді таратып тастап, халықтың, қазақ ұлтын мүддесін сатып тастап, қорғамай, біз
жойылып кетеміз мемлекет ретінде. Курдистан сияқты, ұйғырлардың Уйғурия, Шынжан сияқты таратып кетеміз. Бодандықтан жерленді, тәуелсіздіктен де, мемлекеттен де айырыламыз. Егер біз өз ұлтын, өз халқын, өз жерін, өз отан үшін саясатқа қатыспай, осылай құл сияқты жүрсек, айырылып кетеміз. Кезінде Ататүрк, Кемал Мұстафа Ататүрк түріктің басшысы айтқан, ұйықтайтын халық дейді, ұйықтаса, халық ұйықтаса, және дейді, құл сияқты дейді, оянады дейді. Және немесе дейді, жойылып кетеді дейді. Жойылып қалсақ біз, ел болмаймыз, ұлт болмаймыз. Оны біліңдер, жігіттер, қазақтың жігіттер, ұлтшылдар. Ойлаңдар, терең ойлаңдар. Сау болыңыздар.